Мына үлкен алан кезінде Приозерскіде орналасқан әскери гарнизонның плацы тұғын. Ана жерге дивизия сиятын плац. Ана тұрған Россия деген ол бұрыннан келатқан Кеңес одағында ол жерде тола әртүрлі ғалымдар, әскери шенділер Мәскеуден, Ленинград, Киевтен келген мамандар тұратын гостиница тұғын. Қазір енді жартылай қурап, қирап қалған. Сол 80 жылдары осы Приозерскіде 7-8 генерал-майор, 2-3 генерал-лейтенант тұратын дейді. Ол енді мына осы жердегі әскери мағыналы, қандай мағыналы болған бір белгісі. Ол кезде Приозерск 80-100 мыңдық қала, қазір азар болса бір 15-20 мың тұрар. 90 жылдары Кеңес одағы бұдырап тарқап кеткен кезінде 80% халқы көшіп кеткен жан жаққа. Кетіп баратып, тұрып атқан үйлеріндегі сантехникасына шейін қиратып, терезелеріне шейін шағып сөйтіп кеткен. Труба бәрін сындырып. Мынау алдымыздағы қазірде әскери қорғаныс министрлігінің қарамағында әлі күнге шейін бұл осы гарнизондық офицерлер үйі. Сталиндік ампир стилінде құрылған ғимарат, үлкен өзі. Ішіне кіріп шыққанмын. Ішінде полигон мұражайы бар. Мұражайында енді қызық, маңызды ешқандай деректер жоқ аса. Сол әртүрлі бөлінді. Хаттары, Кисуньконың пиджагы. Кисунько деген осы жердегі бас әскери конструктор, маманы әскери конструктор. Бұл жерде енді академиктер болған, Нобель сыйлығына ие болған академик Басов, академик Прохоров. 60 жылдары осы жерде лазерлік қару-жарақтарын ойлап тауып, осы сынақтарын өткізген. Сол лазер технологияларын зерттеген үшін Нобель сыйлығына ие болған. Осылар болыпты осы жерде, академик Курчатов болыпты осы жерде, Лавочкин болыпты, маршал Неделин болыпты. Солардың суреттері бар. Бұл қала 50 жылдары құрылған. Қазақ жерінде сол жылдары осындай кішігірім 80-100 мыңдық қалалар біраз соғылған. Степногорск, Лисаковск, Экибастуз, Жезқазған, Жанатас, Кентау, Хромтау, сондай. Бірақ Приозерскінің айырмашылығы бар енді, ерекшелігі. Ол қалалар әскери құрылысшы батальон және ГУЛАГтың мұрагері ГУИН күшімен соғылса, мына жабық әскери қала болғасын, бұл жерде мына қаланы соққан тек қана әскери құрылысшы батальондар. 2005 жылға шейін бұл қала жабық болған. Мына офицерлер үйінің кіреберісі. Керемет ғимарат, енді үлкен, кен, кәдімгі үлкен қалада орналасатын ғимарат. Осы жерде тұр. Жарты бөлмелері істемейді. Полигон енді бұрынғыда емес. Кеңес одағының кезінде, дүркіреп тұрған кезінде, бұл жерде адам көп болған кезінде бәрі істейтін, ішінде клуб, сондай секциялар болады. Қазір ештемесі жоқ. Жаңағы енді Хрущевтің айтқаны бар 60 жылдары. Біз ғарышта ұшып келатқан шыбынның көзіне тигізе алатын мүмкіндігіміз бар деп. Сол мүмкіндік пайда болғаны осы жерде. Осы Сарышаған жерінде зерттелініп шығарылған қару-жарақ, зымыран жүйесімен. Соның арқасында Хрущев талтандап мақтанған сөзі бар.
Мына ескерткіш с благодарностью основателя города Приозерск дейді первому командиру войсковой части номер 3080 генерал-лейтенант артиллерии Дорохов Степан Дмитриевич. Бұрыстың ұрпақтары қалса енді мүмкін айтар, мы вам города построили деп. Бұндай городалары құрсын. Сол 60-шы жылдары, 61-62 жылы осы Сарышаған полигонында жер бетінде емес, енді Сарышағанның үстінде аспанда 5 ядролық бомбаны сынап жарған. Біздің халық көбінесе әлі күнге шейін білмейді. Семипалатинский ядерный полигон ғана дейміз. Бізде 3 ядролық полигон болған. Және мына Сарышаған ядролық полигон болмаса да, бұл жерде де ядролық жарыстар болған. Сол Курчатовтың келген себебі сол ядролық сыныптар өткізген сынақтар. Жаңағы Хрущевтің айтқан сөзі, біз ғарышта ұшып бара жатқан шыбынның көзіне тигізе аламыз деген, ол былай мағынада айтылған. Осы Сарышаған полигонында жаңағы әлі күнге шейін Мәскеу зымыранға қарсы қоршау жүйесі осы полигонда өндіріліп, осы жерден сынақтан өтіп, осы жерде сапқа тұрғызылған. Соңғы зерттеуі енді мемлекеттік комиссия қабылдаған кезінде бір моментте 30 зымыран жан-жақтан жіберіліп, әртүрлі полигондардан жіберілген 30 зымыран осы Сарышаған аспанында қағып түсірілген. Одан кейін сол жүйе система А деген Мәскеудің зымырандарға қарсы жүйесі болып қабылданған. Сол әлі күнге шейін сол система А. Жаңағы академик Басов Прохоровтар Нобель сыйлығына ие болып, осы жерде лазерлік технология, лазерный қару-жарақ сынақтарын өткізген. 90 жылға шейін болған сол сынақтары. Миллиардтаған ақша соған кетіп, бірақ ол сапқа тұрғызылмаған. Өйткені ешқандай қарулы саласында ешқандай күші жоқ екенін сол 90 жылдары ғана дәлелдеген. Миллиардтаған ақшасы төгілген, ол жарайды. Ақшасы төгіле берсін, бірақ мыңдаған тонн бұл жерге жаңағы ракета қалдықтары құлап осы жерде көмілген. Мыңдаған тонн жаңағы ракетаның құралы жабдықтары, гептил және басқа ішінде құйылым бірдемелері осы жерге құлап, осы жерде көміліп, жерді улаған, әлі күнге шейін улап та жатыр. Өйткені мына Сарышаған полигоны бүгінге шейін жұмыс істеп келеді. Бұрынғыда енді жүздеген мыңдаған сынақтар өтпейді. Жылына 2-3 сынақ өтеді дейді ресми деректер бойынша, бірақ оны өздері біледі. Ол 2-3 ма, 30-40 па, бізде ондай мәлімет жоқ. Енді жаңағы плац, мына ескерткіштер, мына офицерлер үйі, жалпы осы Приозерск қаласы енді тарихи ескерткіш ретінде қабылдауға болады, бірақ менің ойлауымша бұл Кеңес одағының отаршыл колония болғанымызды оккупацияның ескерткіші. Кеше бір кісімен сөйлестік, Зейнетте, үлкен кісі, өзі ұлты орыс, айтады, Кеңес одағы тамаша болған дейді бұл жақ. Гүлденген қала, балалар көп болатын, 100 мыңдай адам тұратын, московский обеспечение қазір ештеңе қалмады. Өкінішке орай қаншама халықтың еңбегі текке кетті деп.
ол кісі енді бөстіртіп әңгімені құлпыртып мақтанып айтып отыр осы жерде жетістіктерін. Жаңағы осындай академиктер болған, маршалдар келген, өз көзімен көргем деп. Енді біреуге расында да бұл мақтанатын қала шығар. Сөзін шынай керек, енді расында да бұл жерде әскери ғылыми жетістіктерге қол жеткізген Кеңес одағы. Бірақ ол біреуге мақтаныш, бізге қайғы. Қазаққа бұнымен мақтанатын жер мен тауып тұрған жоқпын, қайғыратын жағдайымыз бар. Сол зымыран сынақтары кесірінен қаншама халқымыз зардап шегіп, қаншама науқас болып, әлі күнге шейін онкологияда әйелдер бала көтермейді, еркектер әлсіз. Ол осы полигонның кесірі. Әттен қолда ешқандай билік жоқ, қаражат жоқ, ешқандай әкімшілік мүмкіншілік жоқ бізде. Бұл жаққа нағыз экспедициялар жіберіп, телевизиялық, тек қана Сарышаған полигоны емес, басқа Ресей полигондары қазақ жерінде орналасқан, әлі күнге шейін істеп келе жатқан National Geographic, Discovery арналарының форматында деректі фильмдерін циклын шығаруға болатын еді. Қазақстандағы әскери полигондар деп. Өткені миллиондаған гектар жер, мыңдаған ғимараттар далада тұрған. Discovery арнасында бар ғой, супер ғимараттар деген, мега ғимараттар. Тура сондай бірдемелер жатыр. Көбінесе мына Сарышаған енді қаңқасы ғана қалған. Қиратып тастаған, фундаменттары ізі қалған. Бірақ кейбіреулері әлі күнге шейін істейді. Істейтін жерлеріне әрине кіргізбейді. Күзеті бар әскери. Бірақ мына полигон, Сарышаған полигоны ешқандай қоршатылмаған, ешқандай белгілері, обалары жоқ, жазбалары мен жол жоқ деген. Кім көрсе де кіре береді. Ал зерттеу мақсатымен келсе, және бейне жазуға, суретке түсіруге арнайы рұқсат керек. Екі жақтан, біздің биліктен және Ресей әскери әкімшілігінен. Олар енді әрине ешқандай рұқсат бермес. Бірақ біз енді шағымдан көреміз, өткені жоспарлап қойдық. Жаздың аяғында осы күзге таман осы жаққа тағы да келіп, арамызға бір экологты қосып, өткені біздің эколог мамандығымыз жоқ, және ешқандай құралдарымыз жоқ. Мына жерде өлшейтін, мысалы радиациялық фонға сай дозиметр, сондай бірдемелермен оған мамандырылған мекемелерден біреуді алу керек. Олармен енді қарым-қатынас жасап, қазір араласып көремін. Мүмкін біреу қосылар. Сол күзге таман кесек, оған шейін қазір мына біздің қазақ қорғаныс министрлігіне хат жазбақшымыз, рұқсат берсін осы жаққа келіп зерттеу жасауға. Біз жаңа айдаланы осы маңайын аралап-шаралап бір 3-4 жер қарап шықтық. Жалпы сол жерге келіп өлшеу жасауға болады. Радиациялық фон және суын алып, жерін алып, лабораторияға апарып зерттеуге. Жаңағы ракета зымырандарын сынақтары жүздеген, мыңдаған сынақ өткендіктен жер талай уланған. Өзі енді бетпақтала болғасын, әрине бұрыннан тақыр жер ғой, ешқандай өсімдік, ештеңе жоқ, орман жоқ, үстінде сары топырақ. Бірақ ана ракета қалдықтары көмілген жерлер, ракета сынақтар өткен сайын құралдарын жинап, темір терсектерін жинап көметін полигондары бар өзі. Олар құпиялы, бірақ құпиялы қағазда ғана құпиялы,
жергілікті қазақтар оның бәрі біледі, көрсетеді. Ана жерде жатыр дейді көмген, мына жерде жатыр дейді көмілген. Сол жерге апарып өлшем жасаса шығады радиациясы да, басқасы да. Осымен енді айналаспақшымыз. Өйткені біздің мақсатымыз полигон, шетелдік әскери полигондарды қазақ жерінде жабу, зымыран сынақтарын тоқтату. 90 жылдары Кеңес одағы тарқап кеткен кезде Қазақ Республикасы Ресей Федерациясымен келісім шартқа отырғызылған. 50 жылдық келісім шарт. Олар біздің бұрынғы полигондарды өз қарамағында қалдырып 50 жыл сынақтарын өткіземіз деген. 25 жыл өтті, енді 25 жыл, бізде енді 2 жыл. Біз енді 25 жыл күтіп жатамыз. Сол келісім шарттардың кезеңі қашан өтеді деп, мерзімі қашан өтеді деп немесе бүгіннен бастап біз оған талап етуіміз керек, жабылсын деп, жедел түрде. Ақшасы да құрсын, төлеп жатқан, басқасы да құрсын. Технологиялық дамыған заман болса да, ол технология қазақ халқына ешқандай пайдасы жоқ. Және оның технологиясы бар ма, жоқ па. Тек қана Ресей полигондарына, Капустин, басқасынан осы жерге зымыранды атқылайды, ол келіп осы жаққа құлайды. Болды, басқа ешқандай технологиялық серпін жоқ. Тек қана зиян. Ол зиян мөлшерін өлшесек, төбе шашымыз тік тұратын түрі бар. Медицина саласынан оның бәрін кезі келер, көтеріліп, мүмкін зерттелінер, мүмкін компенсация сұрайтында кезі келер. Енді оны көре жатармыз. Біз бүгінгі күнмен жүруіміз керек. Бүгіндікке біздің істеп отқан ісіміз осы. 4 рет әкімшілікке шағымдандық Алматыда, бейбіт митинг өткіземіз деп. Осы полигондарға қарсы, зымыран сынақтарына қарсы. Әрине олар рұқсат бермеді және бермес. Өйткені қаймығат, сескенет Ресейден. Мүмкін оны да жөні бар шығар. Расында да қауіп төндіріп отырған Ресей олардан қаймығуға тура келеді. Бірақ миллиондаған гектар жер, мыңдаған километр. Сарышағаның полигон көлемі 80 мың шақырым. Бұны біз тоқтатпасақ, кім тоқтатады? Балаларымызға тастап кетеміз бе? Бұндай мұра оларға керек па? Тәуелсіз Қазақстан болғасын, біз толық тәуелсіз болуымыз керек. Амына бүгінгі шейін тәуелсіз болсақ та, жерімізде бірнеше шетелдік әскери полигондар зымыран сынақтарымен жерімізді улап, қоршаған ортаға, халықтың денсаулығына зиян келтіріп отырғаны ол тәуелсіздікке жатпайды. Біз сөйтіп түсінеміз. Биліктің көзқарасы басқа болса да, біздің көзқарасымыз ерекше. Полигондар жедел түрде жабылу керек. Оған әрине біз дәлелін келтіруіміз керек. Міне полигон зиянды деп. Анық, жұрттың бәріне анық нәрсені су дымқыл деген, полигон зиянды деген, соны біз дәлелдеп беруіміз керек.